Рахмет. Жалпы негізі мына Қазақстанда не көп? Қазақстанда, Аллаға шүкір, әншілер көп. Қазақстанда бишілер көп, көз алдарыңызда жүр, білесіздер. Және де солардың қатарына Қазақстанда қазір асабалар көп. Қазақстанда 5000 асаба болатын болса, өздерінің айтуы бойынша соның 4000-ы номера дейін. Ассалаумағалейкум аға. Ана қыздың алқасай, мына қыздың алқасай, осы тойдың болғаны бір Алланың арқасай. Басымызға бақ қонған соң Алла қалап, бар бақытты бағалау ол да ғажап. Аспан асты жер үстін тойғып жүрген. Ассалаумағалейкум армағаза. Асықпайын, тоспайын, сөздерімді растайын, қол соғындар ағайын, мен бір өлең бастайын. Нұртілек, көкем айналайымнан бәрін тойда көрістерсін жүр, ақылдасайық та. Той ессіз бе аға? Той есі қошыметтер. Қуанып тұр ағамыз, қуанып тұр анамыз, міне бүгін үйленді, көптен күткен балаңыз. Бәрекелді, бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер ағайындар. Мынандай көңіл күй болмайды, сондықтан да былай істейік. Қазір мен сіздерге бір өлең қосам, Лада Седан баклажан деген. Лада Седан деп музыка өзі айтады, баклажан деп бірге қайлаймыз. Кеттік! Лада Седан! Қалай аға? Қалай, жақсы ма? Жақсы, жақсы. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Тойға арақ қоятын болсаңыз, үйге адамдар нормально қайта алмайды. Қалай аға? Жақсы, жақсы. Мынан тойда көріп жүріп қой енді. Иә, көріп жүріп, осы Көкем айналайын, енді үлкен той болайын деп тұр енді. Бірінші той уайым көп. Ой аға, уайымдамаңыз, шоу қыламыз ғой тойыңызда. Айтатын нәрселер бар, айтпайтын нәрселер бар, соның бәрін саған ескертіп қояйын дегенім ғой мен ағам. Болды аға. Ешқандай проблема жоқ аға. Былай істейміз аға. Тойдың басын қалай істейтінін айтайын ба сізге? Сөйтші. Былай болады, қонақтардың барлығын отырғызып аламыз. Содан қызық. Сосын ана ресторанның жоғарыдан төмен қарай түсетін анау баспалдақ бар емес пе, лестница? Сол лестницада сіздер анау жеңгем екеуіңіз тұрасыздар, сосын мен хабарлаймын. Бүгінгі тойымыздың иелері Асқар Тау әкеміз бен ақ сүт беріп өсірген аяулы анамыз. Көкем айналайын, ақ сүт берген деп айтпай-ақ қой. Керек емес. Смешті ма? Айтпай-ақ қой, неғыласын айтпай-ақ. Бірден рашке жеп кетті ма? Айтпай-ақ, болды, айтпай-ақ, ешқандай проблема жоқ. Асқар Тау әкеміз бен аяулы анамызды қарсы алайық деймін. Жеңгем екеуіңіз лестницадан түсесіздер, тойды бастап кетесіздер. Қалай? Тойды бастап кеткенде біз бастамай-ақ қояйық. Көкем айналайын, кемпір шалдың баласы ғой. Өздері бастасын, кемпір шал бастасын, ертең айқай, шу, анау, мынау ертең. Ой, болды аға, ешқандай проблема жоқ. Так, атаң аты кім? Атаң аты Құбайдолла. Құбайдолла, әженің аты? Элеонора. Кетші, ондай әже болмайды ғой, кетші. Элеонора деп тұр, кетші. Қуым әже, Элеонора деп тұр. Әжім Элеонора болмайды ғой, кетші. Қуым әже. Элеонора деймін. Сүйрезің, а? Ая, Элеонора. Атаң вкусный базар жоқ, де? Давай, онда. Құбайдолла атамыз бен Элеонора әжемізді қарсы алайық деймін, екеу лестницадан түсіп келеді, той басып кетеді. Лестницадан түсірмей-ақ. Не болды? Лестницадан түсірмей-ақ қой. Е? Лестницадан түсірмей, атаң бір аяғы протез ғой. Сондай ма? Кездескеніміз жақсы болды, осының бәрін айтып қоятын саған. Коляскада отыра ма? Онда былай істесін, анау жоғары лестница бар ғой, содан әже дейтін атаны былай коляскамен алып келсін де, лестницадан итеріп жіберсін алға. Қуасың ба Нұртілек? Кешіріңіз аға, шоу екен, мен шоу дегенге осы қойып кететін. Соның бірін қайын шығарып, бір басқаша бір не қыласың ғой өзің. Болды, онда дейтін, былай істейміз, онда әже нормально ғой тұр? Әжен денсаулығы мықты. Жақсы ғой? Әжен денсаулығы жүре алады ғой? Ой, жүргенде қандай? Жасы қыпта ғой. Қалай, әже дегенде қалай? Әже дегенде апа дейміз ғой енді бәріміз. Апа дегенде қалай? Сестренка болып келеді бір жағынан. Не ғой? Әже нешеде? 4 класс төмен оқыған қыздар ғой. Нешеде әже? 40-та. Сіз нешедесіз? 44-те. Сен әжеде үлкенсің ба, қалай сонда? Ол былай ғой, осы айтып қояйын деп жатқаным ғой, көкем айналайын, кездескеніміз жақсы болды, атаң екіншісі. Екінші? Әйелі, екінші. Иә, болды, түсін, бәсе неге Элеонора деп қойым, бәсе онда әже болмайды. Болды онда, лестницадан түспейді ан жақтан. Мына жай осындай есіктен кіргіземіз, ата екеуінші, бірақ әже билеп келсін ал. Әже, осы жерде бір проблема бар. Ой, аға, осы сен десен қорқатын болдым осы, не болды? Әжені билетпей-ақ қой. Иә, не болды? Аяғы ауыр. Ата біле ме? Біле ме деп па оны? Не дейді ондай, бау беріп болсын деп ма? Не дейді ондайдан? Жан аман қалсын. Жан аман қалсын. Атам молодец де. Атам молодец. Қуады екен ғой, мен қуады екен ғой. Мен мықты. Болды одан да билетпейміз, ата мен әже. Жай осы жанынан шықсын да тойды бастап кетсін, иә? Болды, тойды бастайды. Содан кейін бірден ауылдың, әулеттің үлкендер деп үлкен ата әжелерге берейік тостықты.
ал не болды ал тағы? Басталды ғой. енді атаның өзі жалғыз бала ғой. Жалғыз бала, ағайын жоқ, дос жоқ, тым жоқ, әулеттің үлкендері жоқ, в общем. Енді әжең достарын шақыратын болсақ, 4 класс төмен оқыған шиголдарды деген әулеттің үлкендері деп алдағандай қылып шығарып қоймаймыз ғой, былай қарап отырсақ. Иә, дұрыс Сосын сен бір ретін келтіріп, бір неғылып айтпай, бірдеңе етіп ыңғайын шығар енді өзің. Болды аға, оның ешқандай проблема жоқ. Ата мен әже сөйлеп болғаннан кейін әулетіміздің нағашы, жиен, бөлелері деп шақырып тілек беріп жіберемін. Ой, аға, не болды енді? Нағашы сен қорқатын болдық қой сен. Былай ғой. Иә. Мына бірінші әйел, бірінші жеңгеңмен болмай қалып, мен мына екіншісі ғой қасындағы Айсұлу. Екіншісін алып алдың ба сенде? Екіншісі ғой, иә. Иә. Сол енді ертең мына жақтың нағашылары айтады ғой, мен мынаның нағашыларымын, мынау айтады ертең, мен де нағашыларымын дейді ертең. Екі жақтан қырғын болып атпай ма деп жатқаным өзің осыны шешіп бер маған. Оны былай істейміз ағам. Байырғы жеңешем бар ғой? Байырғы деппін ғой ағам. Бұрынғы жеңешемнің туысқандарын шақырып алып шығам бірінші. Қазіргі жеңешемнің туысқандарын алып шығамда нағашы, жиен, бөлелер деп екеуін күш жеткізіп қосып тілекті беремін де артынан 2 ойнан етіп жіберемін, болды емес пе? Енді былай болып тұр, қара. Так. Мына келін бала. Иә. Келін бала. Иә. Соның, мына енді қара, тыңда, дұрыстап тыңда. Менің бірінші әйелім бар ғой? Иә. Соның екінші күйеуі бар. Иә. Сол екінші күйеуінің бірінші әйелі бар. Сол бірінші әйелінің қызы мына келін болып келіп отыр маған. Мына менің бірінші әйелімнің екінші күйеуінің бірінші әйелі бар ғой, соның қызы менің келінім. Жер домалақ дегенді естідің ба? Сендердің жерлерің домалақ үшін кішкентай сияқты оның. Енді соны маған бірдеңе шешіп бер енді, осыны азабасың ғой сен. Математикаң ба саған шешіп бер деген несі? Есеп жасағанда А пунктінен шыққан сәбит Б пунктінде Алмагүлге жете алмалып шықты ал. Екеуін неше минуттан кейін есептейтін әңгіме айтып отырсыз ғой сіз? Осыны көкемайын шешіп бер енді. Не бардақ қылып жібересіздер аға вообще бар ғой. Қалай болып кетті? Не істейін? Сіз біреу плотын қырғаған сияқты осы аға бар ғой. Ат айналып қазығын табар деген осы ғой, сол ғой, жаймен келіп тұр ғой. Мен түсінбедім аға, не істегенсіздер? Онда былай істейік, жаңағы нағашы жиен бөлелері бар ғой? Иә, кетті. Содан кейін байырғы құдаларға берейік. Бұрынғы. Жоқ демеші тек. Жоқ, бар ғой. Болды онда. Сол кісілер сөйлейді. Ал. Сосын жаңа құдалар сөйлейді. Тоқташы сонда сен бірінші әйелің саған жаңа құда болып келейін тұр ма? Қуыш. Қуыш деген несі? Нағыл дейді. Келмейді жоқ, келе ме келетін бұлар, иә? Енді келмей ме енді? Жаңа құдалардан кейін білдіртпей жіберу үшін бірден сіздің достарыңызға тілекті береміз де, артынан шудың бойындан қойып жібереміз. Болды аға, сол. Бол, достар енді жан жақта ғой, енді аннан-мыннан шақырдым, көбісі ауылда келе алмаймыз деп жатыр. Бірақ сұлу жағым келеді, бір сұлу жағым бар, сол келеді. Болды, сол кісіні онда өзіне бөлек тілек берейікші. Ағамыздың сұлу жағы деп арнайлап шапан жауып. Ал басталды ғой, кино басталды ғой. Иә? Манағы менің сұлу жағым туған сүйістірен кісі бар. Иә. Сол менің бірінші әйелім. Нағашыларына шығады ғой, сұлу жағым. Сетевой маркетинг ашып алғансың ба? Не істегенсің? Енді осы маған бірдеңе шешіп бер. Ал, асабасың ғой, өзің тойла жүрсің, анау-мынау, енді сол үшін сені жалдап отыр. Ал. Тым болмаса, баланың группаластары бар ма? Группаластары бар, енді бірақ мына жеңген ұялмай айта берші, смело аға, үйреніп қалдық қой. Жеңген қарсы болып отыр. Не болды? Группаластарын шақырмай-ақ қояйық, жастардың деп. Иә. Мына келін бала мен біздің бала, сен жеңген, екінші әйелің. Үшеуі группалас. Баяғыда жиналысына бардық, анда бардық, мында бардық, жаңа көзімізді қысып, содан неғылып нетіп енді. Көзіңді емес, басқа жерін қысып жүру керек сол кезде аға сізге. Соны енді неғылып нетіп өзің шешіп берейін. Онда кураторы бар ма? Кураторы. Кураторы бар. Енді мына кураторы үйдегі атаң бар ғой, соның екінші кемпірі болып тұр дейші. Оны кім айтты саған? Серьезно ма? Біреу айтып қойды ма, соны айтшы. Енді ол да жиналысқа барған ғой, былай да былай енді жаңағы көзің қысқан, мен жоқта барған ғой жиналысқа. Сендер бір двордан шықпай бір-бірін ала бересіңдер ма? Кішкене қарамайсыңдар ма? Кім таныспайсыңдар ма сонда? В общем, аға, сен тойың былай болады міне. 3 тост, 4 ойын, 36 би. Бітті. Бардақ той деген сол болады. Енді көкем, айналайын. Не? Мына енді сені әдейі жалдап отыр ғой. Менің алдымда жүрген баласың былай ғой. Мына ата жалғыз бала айттың ғой. Иә. Өзім де жалғыз баламын. Иә. Мына құда қылып кімді жіберерімізді білмей отыр қыз жаққа. Сол өзің барып қайтсаң. Есің дұрыс па аға?
Мендегі асабамын ғой сол тойда, мен қолым демейді, мен бармаймын аға, мен қайдағы нәрсе кіргізбейінші аға келіп жатыр. жоқ ақшаңды берем, қанша? Ақша керек емес аға. 300 мың ба, қанша берейік? Қойшы аға, керек емес ақша. Ал 500 мың дейік ал. Ал жақсы, бардық дейік ал. Қай жерде тұрады, қай ауылда? Айтасың ғой, міне мәңгілік ел елу бірде мына қызыл қақпалы үй бірден көресің соң ар жағында. Нұркеннің үйі ме? Иә, Дамира Нұркен бе? Дамира Нұркен, иә. Ассалаумағалейкум құда. Қалай амансыздар ма? Не болды? Енді мені тыңда. Мына сенің бірінші әйелің бар ғой? Так, соң екінші күйеуі бар ғой? Ал. Соң үшінші ағасы бар. Сол менің әкем. Ал осыны шешіп бер маған. Қалай екен? Осы енді бірдеңе барып кел енді құда Мен барып бермеймін, мен құда болып келейін тұрмын итаки ан жақтан. Үшінші сосқа шығайын тұрмын. Маған кожаный не жабасын сосын, түсіндің бе? Қалай екен аға? Аға сізге айтайын, мен ақылын тыңдасаңыз, той жасамаңыз аға. Той жасамаңыз. Мен жасаймын, жасағанда қалай? Мен арақсыз жасайын деп отырмын, спокойно өтіп кетеді. Сен арақ қойғың келіп отыр ма? Ертең арақ қойып тойдың ортасында бірінші әйелің есіңе түсіп кетіп, сен жылап, ана жер төбелесіп жатайық енді сол. Ондай болмайды. Былай істе аға, той жасама. Одан да тойдың ақшасына жастарға өздеріне Дубайға путевка алып бер, 3 адамға өздері бар, демалып қайтсын болды. Үшінші адам кім? Сіз аға бар, демалып қайтыңыз, миыңыз ашып кетсін. Радиогер болады, құрметті қошеметтер.